Жұмабаев Мағжан Бекенұлы 1893 жылы 25 маусымда солтүстік Қазақстан облысында қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Атасы Жұмабай қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды. Қазақ татар әдебиеттерін Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. Баспадан 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деген өлең жазды. 1912 жылы Қазан қаласындағы Кәрімовтер баспасында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Бөкейхан, Байтұрсынұлы, Дулатұлы сынды алаш қайраткерлермен байланыс орнатып, Қазақ газетіне өз өлеңдерін жариялайды. Алаш партиясының Ақмола облыстық комитетінің мүшесі болды. 300 партиясы өкілдерінің жалған айыптауымен бір айға жуық абақтыға отырып шықты. 1918-1919 жылдары Петропавл уездік земство басқармасында қызмет етті. Сол кезеңде қалың қауымға таныс поэмасы Батыр баянды жазып, жарыққа шығарады. 1929 жылы Алқа атты жасырын ұйым құрған үшін деген айыптаумен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жыл айдауға кесіледі. 1936 жылы Горький мен Пешкованың араласуымен бостандық алып, Қазақстанға қайтады. Петропавл қаласында мектепте орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып жұмыс істейді. Көп ұзамай, қалалық оқу ісінің меңгерушісі оны саяси себептерге байланысты деген айыппен мұғалімдік қызметтен босатады. 1937 жылы наурызда Жұмабаев Алматыға келеді. Аударма ісімен айналысады. 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Мағжан өлсе де, оның сөзі мен рухы мәңгі қалды. Ол ұлтының жүрегінде тірі, тарихтың үнінде сөйлеп тұр. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалым бар. Жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін.